Достар, саламатсыздар ма? Менің есімім Спанкулов Маулен. Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода мен сіздерге телефон арқылы мемлекеттің бесплатно тегін беріліп жатқан 10 сотық жерлерін қалай алуға болады, соны көрсететін боламын. Достар, егерде менің YouTube каналым осы видеоларым сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, онда кезде менің YouTube каналыма, Instagram парақшама және TikTok парақшама тіркеліңіздер. Достар, ең біріншіден сіздер Егов Mobile деген кәдімгідей Егов порталы бар ғой, өздеріңіз білетіндей. Тура сондай телефонға арналған бір приложение бар. Соны негізі өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп алыңыздар, содан кейін барып регистрациясын сол жерден өтіңіздер. Регистрацияны өткеннен кейін, достар, бұл жерде сіздердің телефондарыңыздың алдыңызда, сіздердің видеоларыңызда, қазіргі кезде сіздің видеоларыңыздың алдында менің осы телефоным шығады. Сол телефонның ішінде мен бүкіл регистрацияның бәрін жүргізетін боламын, соны көріп алыңыздар. Достар, мінекей, сіздердің алдыңызда Егов Mobile приложениясының ішіне кірдім. Содан кейін барып ішіне кірген кезде ішінде мынандай жағдайлар жазылып тұрады. Қараңыздар. Негізгі деп тұрады, содан кейін барып өмірлі жағдайлар. Сіздерге бұл негізгінің ішіндегі ақпараттар керек емес, өмір жағдайларына кіру керек болады. Өмір жағдайларына бассаңыздар, міне осындай шығады. Поискқа мынақа іздеу дегенге 10 деп жазсаңыздар, 10 сотық деп шығады мына жақта, осы кезекке тұру деп. Соған басасыздар, авторизацияға басасыздар. Содан кейін барып мына жаққа, достар, өздеріңнің иіндарының номерларын жазасыздар толықтай. Содан кейін барып екінші жеріне өздеріңіздің телефон номерларыңызды жазасыздар. Именно Еговқа тіркелген номеріңізді жазуыңыз керек. Содан кейін барып жалғастыру деген басасыздар. Так, мынандай сіздердің номерларыңызға SMS келеді. SMS кодты мына жаққа жазамыз. Содан кейін барып сіз ары қарай өтесіздер. Так, сіздер ары қарай өткеннен кейін міне кезекке қою дегенді басу керек. Сіз кезектен шығып жатқан жоқсыздар, кезекке наоборот тұрып жатсыздар. Осы үшін кезекке қоюды таңдаймыз, жалғастыруды басамыз. Мінекей, сіздің телефон номерларыңыз қайттан келді, бұл жерде аймақты таңдайсыз енді. Сіз именно қай облыстан, қай жерден таңдаңыз келеді жерді. Бірақ айтып кетерім, Алматы қаласында, Шымкентте, Астанада қазіргі кезде уже орын жоқ. Сіздер осы Алматы облысы, Ақтөбе облысы любой жерден таңдай аласыз. Міне мен Алматы облысын таңдадым. Енді қазіргі кезде любой бір қаланы таңдасаңыз болады, ауданды. Бұл жерде мысалы Қапшағайды таңдайық. Бұл жерде уже не обязательно, бұл Заречный ма, Зеңгерлік па, бұл жерден уже артқа қарай басамыз. Сіз бұл жерде уже тіркеліп тұрады Қапшағай облысы деп. Міне Қапшағай облысы маңызы бар қала деп. Содан кейін барып, достар, ары қарай уже қызметті алу дегенге басамыз. Содан кейін барып, міне мына телефон номеріңізге код келеді, кодты басамыз. Содан кейін барып ары қарай өтесіздер. Достар, мінекей сіздер уже тіркелдіңіздер деген сөз мына жақта. Міне дайын дегенге бассаңыздар, сіздің уже бүкіл құжаттарыңыз шығады. Осы құжатқа кіретін болсақ, мінекей осындай кәдімгідей мемлекеттік органның осындай сіздерге кезекке орған туралы документ. Сіз то есть уже бұрындағыдай ары бері жүгіріп мемлекеттік органдарға барып керек емес, осылай онлайн телефон арқылы осылай өздеріңіздің заявкаларыңызды кезекке бере аласыздар. Достар, осы біздің видеомыз сіздерге пайдалы болып жатса, ұнап жатса, біздің Instagramға, TikTokқа, содан кейін барып осы YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Осындай заңға байланысты ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.